Қартайғанда қу қақпас атандым, жалғыз келінінен қорлық көрген күйеу ана. Сәлем достар, сіздермен бірге өмір айнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. 45 жыл бір мектепте табан аудармай еңбек еттім. Бастауыш сыныбынан сабақ бердім. Қазірде қарап отырмаймын, немерелерімнің тапсырмаларын қадағалап, үйге әйтеуір бір пайдамды тигізейін деп айналшықтап жүре берем. Бірақ сонымды жалғыз келінім түсінбейді. Сіз осыны істеуге міндеттісіз, деп айқайлағанда шалқамнан түсе жаздадым. Гүлмира менің жар дегенде жалғыз баламның әйелі. Құдай маған бір ғана ұлды берді. Бәлкім күйеуім марқұм тірі болғанда артынан ерер ме еді. Ауған соғысына қатысқасын денсаулығы онша болмай, мені ерте тастап кетті. Өлерден алдын баламды ешкімге жаутаңдатпа деп өтінген. Сол бір ауыз сөзі үшін екінші мәрте тұрмысқа шықпадым. Бар үмітім ұлым. Соны қатардан кем қылмай өсіру үшін жанталасып жұмыс істедім. Жоғары білім алсын деп мұғалімдікке қосымша саудамен айналысып, әріптестеріме оны-мұны апарып сатып, күнелткен кездерімде болды. Несін жасырайын? Балам жұмысқа тұрса, үйленсе, немерелерім болса, бұл қиындықтың бәрі артта қалады деп, болашаққа үлкен сеніммен, үмітпен қараушы едім. Бірақ олай болмады. Мына Гүлмира деген келінді балам 29 жасында бірақ тапты. Үйленші деп жалынып, қаншама қызды өзім көрсетіп, арасынан таңдап алғаны еді. Бұл қыз менің әріптесімнің жиен сіңлісі болып келеді. Сенің балаңа менің сіңлім бар деп суретін көрсетіп, сылтауратып мектепке шақырып, көрсетіп, екеуміз 2 жаста үйлендіргенбіз. Басында балам онша аңлатпай, мен тайлақ емеспін деп қашқақтаған. Осы қыз жақсы келін болады деп қоймап едім. Қаншама жыл бойы ұлымның тойына деп жиғанымды шаштым. Өзім неше жыл армандаған келінімді қолыма қондырып, шаңырағымызға келу үшін барлығын жасадым. Күйеуімнің араласпай кеткен туыстарына дейін қозғау салып, тойымызға ортақтастырып, Алматының төрінде ұлан-асыр той жасадық. Келінім бастапқыдай жайдар еді. 2 жылдай мінезін көрсетпеді. Немерелі болғанша, күш-қуатым бар ғой, жұмыс істей берейін деп, зейнетке шықсам да, мектепте болдым. Шамасы сол аралықта келінімнің тәрбиесіне мән бере алмадым ғой деймін. Өзің білесің, деп бәрін соған сілтеп қоя салушы едім. Қазір оның мінезі мен тілі қоса шықты. 4 бала тапқалы төбемді ойғысы келіп, түрлі әрекеттерді жасап бағуда. Қан қысымы деген пәле болды. Ойламаған жерден ұстап қалады да, басымды көтере алмай жатам. Ондайда мазам болмай тұр. Бір шайнек көк шай демдеп берші деп айта алмаймын. Өлмейсіз, өзіңіз демдеп ішіңіз, қолым бос емес деп, бөлмесінен шықпай жата береді. Құдай кіріптар етпесін. Төсек тартып қалсам, аузыма бір қасық су тамызбайтын біреу болды. Өткенде құрбыларымен кездесуге кетті. Кеш батқанша үйге келмеді. Аңқау басым тоңазытқышта пісіріп, салып кеткен тамағын көрмеппін. Балам келсе аш қалады ғой деп күйбеңдеп көже істедім. Келінім баламнан жарты сағат ерте келді. Қызым-ау, сонша кешіктің ғой, кешкі тамағыңды ойламадың ба деп сөйлегенім сол еді. Не болды сізге? Ұрыс шығарып, істеп кеткен мен, көзіңізді ашып қарамайсыз ба деп айқайласын. Көрмей қалыппын, жарайды. Ендеше сен, апа, бүгінгі тамақ дайын деп неге айта салмадың? Кешігіп келетініңді неге ескертпедің деп сөйлеп ем. Басым ауырып тұр, сіздің мылжығыңызды тыңдайтын шамам жоқ. Шығыңызшы кухнядан деп кеудемнен итеріп-итеріп шығарып жіберді. Мұншалықты қорланбаспын, жылап қалдым. Көп өтпей үйге балам келді. Болған жағдайды жаймен айтып ем. Мама, Гүлмира ондай емес, бірдеңені дұрыс түсінбей қалған шығарсыз. Әрі-беріден кейін өзіңіз таңдап әпердіңіз ғой оны деп жүре тыңдады. Келін мен ұлы жұмыста болғанда немерелерімді қарап қаламын. Өзім мұғалім болғандықтан олардың оқу сызуына ерекше мән беремін. 2 немеремнің сабағын оқыту, мектепке апару, олардың жиналыстарына бару тәрізді жұмыстар менің мойнымда. Бірақ осы жасқа келгенде осыншама істі тындырып отырсам да, келініме бір жақпай қойдым. Келін ұлымның көзінше мүлдем басқа адам. Ол келгенде мені оның көзінше апалап, мамалап, аст үстіме түседі. Кейде оның бұл қылығына қарадай өзім ұяламын.
Ал ұлым іс-сапармен Астанаға немесе басқа қалаларға кетсе, маған маза жоқ. Келінімнің әбден беті ашылғандығы сонша, қол қақпастан бастап небір ғайбат сөздерді маған айтудан тіпті именбейтіндей болып алды. Кейде немерелеріме барыңдар, ана қол қақпасымен далаға шығып келіңдер деп айқайлайды. Сіңлісінің мінезін әріптесіме талай мәрте айттым. Қойшы, ол ондай адам емес деп сенбейді. 4 баласы бар дап-дардай адамды қуып жіберуге де шама келмейді екен. Отырсам опақ, тұрсам сопақ етті. Осы күні келінімнің маған айтқан сөздерін жазып алып балама тыңдатсам ба екен деп қоям. Бірақ соның кесірінен екеуі ажырасып кетсе, немерелерімнен ажырап, шынымен қол қақпас атанам ғой. Баламның бақытына балта шапқым келмейді, қайтейін. Енді Құдайдан әр намазымды келініме иман бер, жүрегіне мейірім сал деп тілегеннен басқа амалым қалмады. Келінге қараған күнім құрсын. Жесірлікпен өткен жастық шағымның өтеуі осы ма еді?